Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Менің әңгімемді тыңдамас бұрын каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл оқиға осыдан тура 6 ай бұрын болған еді. Қос ғашықтың ара қатынасы бұлай қайғымен аяқталады деп кім ойлаған? Тіпті жақын жуықтары оларды Төлеген мен Жібек дейтін. Бірақ көп ұзамай мөлдір сезімнің құшағында тербелген ғашықтар тағдыр тауқыметіне тап болды. Жігіт пен қыз бір жоғарғы оқу орнында бір топта оқитын еді. Екеуі танысқан сәттен бері жақын дос болып, кейін достық сезім махаббатқа ұласты. Қалталы жігіттің оқу мәселесі көбінесе ақшамен шешілетін. Сондықтан оның менмендігі басып тентектеу болатын. Ал бойжеткен тәрбиелі, ибалы, оқуда, қоғамдық іс-шараларда өз қатарластарынан оқ бойы озық жүруші еді. Осындай бір-біріне мүлде кереғар екеуінің табысу тарихы да қызық. Үлкен өмірге қадам басып, жоғары оқу орнына түскен жылы жігіт тобындағы достарымен әзілдесіп отырғанда қыздар жайлы сөз қозғалып кетті. Сол-ақ екен, бірі мектептегі алғашқы махаббатын сөз етсе, екіншісі қыз қырқында алдаудың амал тәсілдерін тізбектей жөнелді. Кілең желіккен жас жігіттер, барлығының жанарларында жастық оты жалындап, көңілдерінде көркем шаттық ойнаған. Әңгіме барысында Мадияр: "Мен барлығыңды қаланы аралатып, қыдыртып, күні бойы тамақтандырамын. Тіпті өз қалтамнан киноға апарамын. Егер араларыңнан менің шартымды орындай алатын жан табылса" деп қойып қалды. Алып ұшып тұрған бозбалалар неғылған шарт десіп, бірінен кейін бірі Мадиярға сұрақ жаудырды. Мадияр да ойланбастан жігіттерге қарап: "Тобымыздағы Мәншүкті өзіне 10 күннің ішінде қаратып, оны өз дегеніне көндіріп, біздің алдымыздан қол ұстасып жүріп өтсе болғаны" деп қысқа қайырды. Мәншүктің оңай шағыла салатын жаңғақ емес екенін білетін жігіттерге бұл шарттың орындалуы оңай болмасы айтпаса да белгілі еді. Дегенмен, өзін қыздардың жүрегіне жол табудың шеберімін деп есептейтін Дамир кідірместен келісіп: "Мен 10 күннің ішінде сылқымды сындырып аламын" деп уағдаласты. Жігіттер айтылған сөз атылған оқпен тең. "Егер орындай алмасаң, сен біздің барлығымызды қыдыртып тамақтандырасың" десіп тарқасты. Сонымен махаббат ойыны басталып та кетті. Өз нысанасына іліккен қызды ұялы телефонына Дамир күн сайын хат жолдауды бастады. Қайырлы таңмен басталған хаттар толқыны қайырлы түнмен аяқталып, жүрекке жылы тиер сөздер жиі жолданып жатты. Ақылына көркі сай Мәншүк тентек жігіттің сырын сезгендіктен хаттарға мән де бермеді. Тіпті сағат сайын толастамаған хаттарға бірде "Егер мені шын сүйсең, менен аулақ жүр" деп жауап қайырды. Алайда жігіттің хаттары толастамады. Уақыт сынаптай сырғып өтіп, уәделескен мезетке бір-ақ күн қалды. Дамир амалсыздан ең соңғы хатын жазды. Бірақ қыздан еш жауап жоқ. Махаббатта бұрын-соңды мұндай сәтсіздікке тап болмаған жігіт үкілеген үмітін үзіп тынды. Сабақтан қалмайтын Мәншүк сол күні университетке келмеді. Бұрындары тек хат жазумен шектелетін Дамир өз ойындағысына қол жеткізгенше тағат таппай оған телефон шалды. Бойжеткен тәкаппарлықпен жігіттің қоңырауларын басып тастап отырды. Ақыры ең соңғы рет телефон шалуға бекінген жігіттің қоңырауы міне керемет, ойда жоқта қабылданды. Ол телефонның арғы жағынан өксіп жылап отырған қыздың даусын естіп, аузына сөз түспей тұрып қалды.